Баршаңызға қайырлы күн, құрметті ханымдар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге бүгін тегін мастер-классымда этно-өрнектер жайлы айтқым келеді. Қазіргі таңда көрпешелерге, жастықтарға, шынтақ жастық немесе басқа да бұйымдарға этно-өрнектерді қолдану сәнге айналған. Енді оларды қалай сызу керек, қырқу керек, тігу керек, жабыстыру керек жағын әрине мен сіздерге осы тегін мастер-классымда барлығын үйрететін боламын. Өте ерекше вышивкамен де тігілетін және де қарапайым жонами машинасының зигзагымен тігілетін этно-өрнектердің 20-дан аса өте керемет ерекше стильдерін мен сіздерге бар жоғы 990 теңгеге ұсынатын боламын. Алғыларыңыз келсе осы видеоның астына комментарияда мен Каспий Голд номерін қалдырып кетемін. Сол Каспий Голд номерін 990 теңге төлемді жасап чекті. Дәл сол номерде менде WhatsApp бар. Сол WhatsAppқа немесе мен Рабия Сансызбайқызы деген Instagram парақшамның дайрегіне жіберсеңіздер, мен сіздерге осы этно-өрнектерді жіберетін боламын. Одан кейін оны шынтақ жастықтарға, көрпешелерге, жастықтарға қолдана берсеңіздер, өте ерекше әдемі шығады. Міндетті түрде менен алып, өздеріңіз жасап, тігіп, көрпешелеріңізге қолданыңыздар. Инстаграмда ақылы түрлері өте көп және де қымбат, сондықтан мен сіздерге бар жоғы 990 теңгеге ғана ұсынамын. Енді бізге екі түсті матая қажет болады. Менде астыңғы түсі айвари түстен болады, ал үстіңгі менде сурет тұратын түс қызыл түстен болады. Енді астында тұратын матаға біз флизелин жабыстыратын боламыз. Флизелин жабыстырмай қойсаңыздар да болады, жабыстырсаңыздар да болады, бірақ негізінде жабыстырған абзалырақ. Негізінде флизелинді не үшін жабыстырамыз? Оны формасын флизелинмен паутинканы жабыстыруды білесіздер, бірақ білмейтін қыздарға мен арнайы көрсетейін деп жатырмын. Матамызды алып, үстіне флизелиннің жылтыр жағы бір ғана жері жылтырлайды. Сол жерін астыға қарай қаратып матамызға орналастырамыз. Одан кейін барып үстінен фрейкен бук деген пергамент қағазын алып үтіктейтін боламыз. Үтіктегенде жақсылап тұрып үтіктеу керек. Флизелин тездетіп үтіктелінетін зат емес, қатты басып үтіктеу керек болады. Одан кейін мен сіздерге ұсынып отырған өлшемім 12-де 12 см. Сіздер менен сатып алған этно-өрнектерді неше түрлі ғып шығарып алуға болады. 12-де 15-де 15, 13-де 13, әркімнің көрпешесінің размері әртүрлі. Сондықтан да мінекей мен дәл осылай қырқып алып, барлығын осы бірден мен дайындап аламын. Өздеріңізге қалаған размеріңізді шығарып алыңыздар, бірақ мендегі дәл қазіргі размер 12-де 12 см. Енді біз осы айвари түстің үстінде тұратын, яғни сурет жабыстырылған матамызды алып, оның үстіне екі жағы да кіреленетін паутинканы қоямыз. Біріншісіне айвариға біз флизелин жабыстырамыз, екіншісіне паутинка жабыстырамыз. Енді біз паутинканы жабыстырған кезде де міндетті түрде пергаментті қолдану керек болады. Пергаментті қолданып, жақсылап тұрып, үтіктеп шығатын боламыз. Негізінде паутинка флизелиннен қарағанда тезірек үтіктелінеді. Парын беріп, жақсылап тұрып, бір басып үтіктеп жерсеңіздер, болды, сіздің маталарыңыз дайын. Бұл паутинка не үшін жабыстырамыз? Біздің сурет салынған матамыз айвари түске жабысу үшін. Кейбіреулер болады екен, паутинканы жабыстырмай-ақ, жай ғана соны инемен қадап тігіп шығу. Маған олай тігіп шығу қиынырақ, сондықтан да мен паутинка жабыстырамын. Енді бұны да біз 12-де 12 см етіп қырқып, барлығын дайындап алатын боламыз. Міне қыздар, енді алдыларыңызға мен екі-үшеуін сызып, қырқып дайындап қойып қойдым, әдемі көріну үшін. Енді дәл қазір мен сіздердің көздеріңізше осыны сызатын болам. Мен сіздерге қазір 4-ақ қана түрін көрсетемін. Осы 1, 2, 3, және де осы 4 түрін ғана көрсетемін. Мен алған этно-өрнектерді қағаз бойынша шығарып аласыздар, бір параққа 3-4 сыяды. Менде олардың размері былай қойған кезде 12-де 12 см болады. Осы шығарылғаннан кейін қағазда қырқып, осылай формасын шығарамыз. Енді оны матаға сызатын боламыз. Дәл қазір менде асты паутинка жабыстырылған қызыл матам тұр. Паутинка жабыстырылған маталарыңызды алыңыздар, өйткені бұны біз флизелин төселінген матаның үстіне қоюымыз керек болады. Міне дәл осы оюымызды мен осы уақытқа дейін қалай көрсетіп жүрдім, сызуды дәл солай қырқып сызып аламыз, одан кейін қырқып шығамыз.
Неге менде мына жерлер сылмай қалыпты. Мінекей мен осылай сызып алдым. Енді шепчіктің көмегімен кішкене бір жерін қырқып аламыз. Немесе үлкен қайшы да болады. Дәл осылай әдемілеп қырқып шығамыз. Бұның сыртында ішінде мен пайдаланамын. Мына жерде қарап отырсаңыздар, бұл жерде менде іші тұр. Қараңыздар, қандай әдемі. Бұл жерде түстерін үйлестіре білсеңіздер болды. Өте әдемі этноөрнектер. Мына бұл жерде менде іштер ғана қолданылған, ал мына жерде менде сырттары да қолданған. Бұның сыртында ішінде қолдана береді. Яғни бұл жаңағыдай ысырап болмайды. Барлығында қолданамыз. Мына. Және де мына. Осылардың сырты мынандай майда нелері болады, оларды жоғалтпаңыздар. Керек болады, барлығы керек болады. Салфанға салып қойып қойыңыздар, сыртында қолдана бересіздер. Бұл жерде менде кішкене мұжырайып тұр. Міне кесіп алдық. Енді астында флизелин жабыстырылған, матамызға астына қойып, үстіне паутинкамызды, осы өрнегімізді қоямыз. Енді қазір пергамент қағазын қойып, барлығын үтіктеп шығамыз. Одан кейін бар зигзагпен тігетін боламыз. Енді мен сіздерге тиімді үтіктеу жолын көрсеткім келіп отыр. Мен барлық этноөрнектерімді осылай дайындаймын. Бір-біріне қаратып қоямын да осылай. Одан кейін бар пергамент қағазын қойып, үтікпен бірден басып шығамын. Сонда менде бір үтіктегенде 6-ауы бірден үтіктелінеді. Сіздерге де осылай кеңес етем, барлығын осылай дайындап алыңыздар. Бір үтіндеп жүргеннен қарағанда осылай бір аталы көбісін үтіктей салған абзалырақ болады. Енді біз зигзагпен тігетін боламыз. Егер де сіздерде мен сияқты этноөрнек болса, әрбір бұрышынан келген кезде инені қадап, лапкамызды көтеріп түсіріп отырамыз. Дәл осы видеодағыдай. Менде қанша тігістің ұзындығы қандай барлығын экранда көрсететін боламын. Ал енді тігісімізді бастаймыз. Мына жерде қарап отырсаңыздар, менде астыңғы мата сары түскен. Сол менде лапканың бойында кішкене ғана 0,1-0,2 см ғана көрініп отыру керек. Ал қалған осы үстіңгі матам фиолетовый да, лапканың бойы сода жату керек. Астындағы сары мата кішкене ғана көрінсе болды. Сіздердің зигзагталарыңыз өте әдемі шығады. Әрбір бұрышына келгенде түсіріп отырамыз. Дәл осылай соңына дейін тігіп шығамыз. Зигзагпен тіккен кезде екі көздеріңіз иненің ұшында, ал екі қолдарыңыз матаның үстінде жатуы керек болады. Ал егер де сіздерде дөңгелек өрнектер таңдайтын болсаңыздар, ең қолдарыңызбен айналдырып отырып тігетін боласыздар. Осымен біздің мастер-класс аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ал егер де ұнаса, міндетті түрде қолдау білдіріп, қазақ тіліндегі YouTube каналының дамуына үлес қоссаңыздар екен деймін. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі мастер-класстарда кездескенше сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Аман сау болыңыздар.